да бір қайталайық, бізде келесі дерт ол көп сөйлеу. Адам қай кезде көп сөйлеп бастайды, яғни ілім алып бастағаннан кейін өзінді не істейді, көрсеткісі келіп тұр, мақтағысы келіп тұр өзінді. Мен ілім алдым деп көрсеткісі келіп тұрғандықтан не істейді, адам көп сөйлеп бастайды. Оның емі жолы қандай? Яғни сөйлеген үшін міндетті түрде адам жауап береді. Және айтқанын бәрі не істейді? Жазылады, періштелер жазады міндетті түрде. Алланың алдында барып жауап беретінді ұмытпау керек, әр сөз үшін дейді. Сол үшін не істейміз? Ойланамыз, одан кейін сөйлейміз. Негізі адам бір бөлмеге кірмей тұрып, сол бөлмеден басқа шығатын есік бар ма деген ойда болу керек. Бір ситуация кірмей тұрып деген нәрсе. Қалай шығатынды білу керек уже дейді. Сол үшін не істейсіз? Өте үндемеген жақсы. Сол үшін сақабалар не істейтін еді дейді, ауызға тас салып жүреді дейді. Немесе екінші қандай тағы да ем оның тағы да не істеу керек біз? Зікірде болу керек. Зікір деген нәрсе. Мысалы енді қараңыз, негізі зікірге айтатын болса, санақ деген таспих та жақсы, бірақ ең жақсы зікір ол мысалы қандай? Ойлану дейді. Мысалы альхамдулиллах деген кезде мысалы 1000 рет санағаннан бір рет шын жүрекпен альхамдулиллах деп айтқан жақсы дейді. Жүрекпен дейді да. Бірақ енді қараңыз, сіз мына ауызыңыз уже кетіп қалды ғой, ғайбатқа кетіп қалып, тағы да басқа нәрсеге, бос сөйлеу деген нәрсе, сол кезде не істейсіз? Сол кезде сіз хотя бы санаққа сала беріңізші солай. Себебі ана дертті біз емдеу керекпіз. Яғни көп сөйлеу деген нәрсе. Яғни тілін жұмыс жасады ма, жақсы нәрсеге жұмыс жасасын деген нәрсе дейді да. Жаңа тағы да қараңыз, мына зікірге келетін болса, зікір деген нәрсе, пікір деген нәрсе бар. Зікір деген нәрсе бар. Жалпы мешітке келген кезде бізде мынаяқта біз пікір үшін, яғни келмейміз, зікір үшін келеміз. Яғни Алланы еске алуға. Әркім өзі пікірін сөйлейтін орын емес мына жерде. Кәдімгідей адам әдеп сақтау керек. Зікір үшін келдік біз, осы жерде Алланы еске алу үшін келдік. Болды.